Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерді отбасы банкке бару үшін, онлайн очередке тұру үшін қалай жасайтынын көрсетемін. Ол үшін Google-ға кіріп ЖССБ деп жазып, поискке басатын болсақ, біздерге отбасы банктың сайтын ашып беретін болады. Сол сайтқа кіріп, мына жерде контакты дегенге басып, менюдің ішінен төмен қарай түсетін болсақ, бронирование изменения отмены записи онлайн деген кнопка бар, соған басамыз. Ен деген жерге енімізді тереміз. Очередке тұрған адамның сол кісінің телефонын тереміз. Және забронировать деген кнопкаға басамыз. Осыдан кейін бізге выберите филиал дейді. Қандай филиал екенін көрсетеміз, адресін көрсетеміз, мақсатымызды көрсетеміз. Бізде операции по действующему кредиту, соның ішінде частичное полное погашение кредита деген вариант таңдап жатырмын. Сол кезде бізге осындай расписание шығады. Қай күндері осы екенін көрсетеді уақыттарын. Сер 9 мартқа таңдайық. Пенсионныйдағы ақшаны түсіргенбіз, ол 5 күн ішінде қаралып, 4 мартқа дейін біз үлгермейміз. Яғни 9 март күнде 12,5-ға белгілеп, яғни робот дегенге галочка қоямыз, бронировать деген кнопкаға басамыз. Осыдан кейін бізге ваш запрос на бронирование очереди подтвержден, ваш пин-код деп шығады. Осы пин-кодты сақтап аласыз. Телефоныңызға түсіріп, сонымен 9 күні сағат 12-ларында баратын болсақ, бізге сол сағатта қабылдайтын болады. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.